Қорғансыз сәбиді асырап алдым. Қорғансыз нәрестеге ана болғым келді. Оны әке-шешесіз тауқыметті өмірден сақтап, мейірімге бөлуді мақсат тұттым. Бірақ тағдырды адам түсініп пе десеңізші. Адам әйтеуір біреуге немесе бір нәрсеге сеніп әрекет етеді ғой. Мен де күйеуіме сеніп бала асырап алған едім. Енді не істерімді білмей далмын. Басынан бастайыншы. Мен кеш жүкті болдым. Кеш тұрмысқа шыққан өзің кінәлісің деп айыптамаңыз. Мен де жұрт қатарлы 24 жасымда тұрмысқа шыққанмын. Бірақ алғашқы некемнен бала болмады. Мен ұзақ тексерілдім, емделдім. Қателігім күйеуімді де тексертпегенім. Жаспын ғой, менің денім сау деп, ол дәрігерге барудан басын алып қашатын. Әрине, ол өзі де ұрықсыз екенін білмеді. Сондықтан күйеуімді кінәлаудан аулақпын. Біз осылай жүріп уақытты өткізіп алдық. Жас келіншектер менің осы қателігімді қайталамасыншы. Егер 1 жыл ішінде жүкті болмасаңыз, күйеуіңіз де тексерілсін, емделсін. Сосын тағы да 1-2 жылда нәтиже болмаса, батыл шешім қабылдап ажырасыңыз. Өйткені бәрібір ата-енеңіз туысқандары ерте ме кеш пе ажыратады. Сондай-ақ бәрібір орта жасқа келгенде баласыз өмірде мән-мағына жоқ екенін түсініп өкінесіз. Уақыт жоғалатын сіз, жоғалтатын сіз ғана. Мен көп жылды жоғалттым. 8 жылым тек келінді қызмет етумен өтті. Күйеуім жұмыс істетпеді. Әйтпесе мен институтта белсенді студент болғам. Отандасқанымызға 8 жыл болғанда күйеуім Малика бір-бірімізді бағымызды байламайық, баласыз бақытымыз толық болмайтынын түсіндім. Мен 2-ші рет үйленіп бағымды сынап көрем. Сен де солай ет деді. Әрине өте ауыр тиді. Күйеуіме де бұл сөзді айту оңай болды деп айта алмаймын. Әрине ренжідім, жыладым. Бірақ ажырасуға дайындалып киімдерімді гардеробтан алып жатқанымда оның киімдерінің арасынан бір парақ қағазды тауып алдым. Жақында дәрігерге тексеріліпті. Ұрық сапасы 3% деп жазылыпты. Интернетті ашып дәрігердің қорытынды жазбасын салып көрдім. Мұндай пайызбен бала туу мүмкін емес екен. Мүмкін емделсең болатын шығар деп едім. Ешкімге айтушы болма, мен бала тудырта алмаймын деді. Артынан бір қызы бар, келіншекпен кездесіп жүрмін. Соған үйленем, қызы мені папа дейді. Сондай сүйкімді бауыр басып қалыппын деді. Алғашқыда оның қалтасынан қағаз тауып алғанда жаным ашып тағдырдың сынағын бірге көрем деп ойлаған едім. Ал мынау сөзінен кейін көңілім салқындағандай болды. Ол өзінің бала тудыра алмайтынын біліп, баласы бар келіншекпен көңіл қосып, жағдайдан шығуды ойлап жүр екен. Ажырастық. Күйеуім ата-анасымен тұрады. Көлігі де атаның атында. Сондықтан мен ешқандай мүлікке ие бола алмадым. Егер тұрмысқа шықпағанында 8 жылда жұмыс істеп бір көлік болса да сатып алар едім ғой. Тым болмағанда жұмыста тәжірибе жинап, бұл уақытта әжептеуір маман болып қалар едім. Қолымда дипломнан басқа еш нәрсем жоқ. Мамандығыммен жұмыс істеп мен үшін қап-қараңғы, яғни қорқыныш. Өйткені түк білмеймін. Тұрмысқа шыққалы тек үйдің тірлігімен, тамақ пісіруден қол босамаған. Үлкен отбасыға келін болғандар мені түсінетін шығар. Таңғы сағат 7-те тұрғаннан түнгі сағат 12-ге дейін тынбайтынмын. Тіпті өз өмірім туралы ойлануға да уақыт таппайтынмын. Ал енді менде уақыт көп. Қолым бос, қалаған уақытымда ұйқыдан тұрам. Мен ажырасқан соң ата-анамның үйіне барып, інім мен келініме жек көрінішті болғанды қаламадым. Ағайыным мен бауырыммен алыстан сыйласқанды дұрыс көрем. Анам да менің бұл ойымды құптап, қызым 3-4 ай демал, мен пәтерақыңды төлеп тұрам, жұмысқа тұрғаныңша деді. Мені күйзеліске түсіп кетеді деді ме, уақытша қасыма анам кеп бірге тұрды. Ол мені ойға батыратын тақырыптар қозғаған жоқ. Негізі анам өткенді, келешекті ойлап бас қатыра бермейтін адам. Бүгінгі, яғни осы шақта өмір сүретін позитивті адам. Күні бойы еш нәрсе істемей, еш нәрсе ойланбай демалған қандай рахат еді. Туысқандар менің ажырасқанымды көпке дейін білмеді, ал барлық нәрсеге уақыт емші. Арада біраз жыл өткен соң мен 2-ші рет тұрмысқа шықтым. Расында да мен ұзақ жыл күйеуімнің кесірінен бала көтере алмай жүріппін ғой. 2-ші рет күйеуімнен 2 айда жүкті болдым. Оның 2 бөлмелі ескілеу пәтері, ескі көлігі бар. Жоғары білімі жоқ, бірақ электрик табысы жап-жақсы. Күніне бірнеше тапсырыс түседі, тынбайды. Уақыты жетіп мен перзентханаға жеткізілдім. Жұрттар бір өліп бір тірілсін деп жатады ғой, мен қиналмадым, ұл тудым. Мен босанған күні палатада бірге жатқан
өрімдей жас қызда туды. Бақуатты жердің қызы екен көрініп тұр. Көп сөйлеспеді. Ертеңіне-ақ ол шығып кетті. Бірақ медбикелерімнің естуінше ол баладан бас тартқан. Алып ұшып дәрігерге бардым. Баланы асырап алайыншы дедім. Егіз тудың деп айтамын. Онсыз да бөбектер үйінде қорғансыз бала көп қой деп жалындым. Ұлыммен бірге өсіп қалады деп ойладым. Орта жасқа келгенде тағы да бала туу оңай емес қой. Одан да бірден 2 бала болғаны жақсы емес пе? Қысқасы 2 ай жүріп біз заңды түрде асырап алдық. Бірақ осыдан 1 ай бұрын күйеуім жұмыс барысында электр тоғына түсіп қайтыс болды. Балаларым әлі 1 жасқа толған жоқ. Күйеуіме сенген екенмін ғой. 2-ші баланы асырап аларда қиындықтан қорықпаған едім. Ал тірегім кеткен соң мен үшін 2 баланы асырау өсіру қиын сияқты.